Ассалаумағалейкум. Бисмилля деп видеомыз бастайық. Бүгінгі видеода мына сынған очкиді жөндейтін боламыз. Енді бұны желімдемес бұрын мына екі жағын тегістеп, ортасын тесіп, ішіне сым салып, содан кейін бірақ желімдеу керек болады. Тікелей желімдей салсақ, қайтадан сынып қалу қаупі бар. Сондықтан қазір қайрап, тесіп, желімдейтін боламыз. Мінекей қазір осылай шегені кіргізіп, бір жағын желімдеп алып, одан кейін екінші жағын желімдейтін боламын. Мінекей очкиіміздің бір жағын желімдеп болдым. Қазір енді екінші жағын желімдейтін боламыз. Қазір клейіміз қатқаннан кейін мына клейді біраз тазалап жіберу керек болады. Негізінде бұндай очкиді сатып ала салуға да болар еді, бірақ сатылымда бұндай очки болмағандықтан осылай жасауға тура келді. Мінекей жаңағы желімдеген жерде егеп жібердім. Тегістеп, үстіңгі жағынан қарағанда екі жағы да бірдей, иілгіштіктері астыңғы жағынан қарағанда да. Енді жаңаға егеген жерді осындай қара бояумен бояп жіберетін болам. Жаңағы очкиді тескен кезде шегеден сверломыз сәл үлкенірек болған дұрыс, себебі клеймен желімдеген кезде соның ішіне клей кіру керек. Егерде шегенің диаметрімен бірдей қылып тесетін болсақ, онда ешқандай желім ұстамайтын болады. Сондықтан міндетті түрде кішкене шегеден жуанырақ сверломмен тескендеріңіз дұрыс. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.